Иә, естіліп тұр. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы Сұлтан Ахметов Фотчиков атындағы номер 39 мамандандырылған лицейдің информатика пәні мұғалімі және бүгінгі күннің модераторы Бекбергенова Бекзада Серікқызы боламын. Бүгін бізде педагогикалық тарату бағдарламасы бойынша конференция жүргізіледі. Мен әріптестерім әркім өз пәні бойынша қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы бекіткен авторлық бағдарлама бойынша сөйлейді. Бүгінгі конференциямыздың мақсаты мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыру және білім беру сапасын жақсарту мақсатында авторлық бағдарламалардың тиімді әдістерін таныстыру, тәжірибе алмасу, алаңын құру және оны білім беру процесіне енгізу жолдарын қалыптастыру болып табылады. Міндеттеріне келетін болсақ, авторлық бағдарламалардың ерекшеліктері мен құрылымын түсіндіру, оны тәжірибеде қолдану, мүмкіндіктерін қарастыру, мұғалімдердің жаңа педагогикалық әдістерді меңгеруіне жағдай жасау және оларды білім беру процесіне енгізу жолдарын ұсыну. Үшінші міндетіміз оқу үрдісінде инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыруға ықпал ету. Күтілетін нәтижеміз мұғалімдер авторлық бағдарламаларды меңгеріп, оны оқыту процесінде тиімді қолданады. Оқыту әдістерінің жаңартылуы білім беру сапасының жоғарылауына ықпал етеді. Педагогтер арасында ынтымақтастық орнап, кәсіби тәжірибе алмасу тұрақты түрде жүзеге асады. Бүгін бізде бірінші сөйлейтін Төлемисова Гүлнара Нұрмұхамбетовна MySQL деректер қорымен жұмыс істеу негіздері бойынша бастасаңыз. Сөз кезегімізді Гүлнара Нұрмұхамбетовнаға береміз. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі 39 мамандандырылған лицейдің информатика пәнінің мұғалімімін. Менің бүгінгі сіздермен таныстырғалы отырған авторлық бағдарламамның аты MySQL деректер қорымен жұмыс істеу негіздері. Енді қазіргі таңда білесіздер, бұл деректер қорымен жұмыс істеу деген, яғни қазіргі таңда ең қажетті не болып отыр, мақсат болып отыр. Менде мақсатым бұл жерде MySQL деректер қорын басқару жүйесімен оқушылардың таныстырып, оқушылардың білімін жетілдіріп, практикалық дағдыларын арттыру болып табылады. Және осы MySQL серверін орнатудан бастап, яғни бізде оларды жобалау, мәліметтерді басқару, сұраныс бойынша реттеуге дейін ауқымды тапсырмалар қарастырылған. Сол ауқымды тапсырмаларды орындау барысында, яғни тапсырмалардың өзі өмірден алынған тапсырмалар, өмірге қажетті, бизнеске қажетті тапсырмалар, сол тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың функционалдық сауаттылығы артып, сыни тұрғыдан ойлауға баулынады. Енді осы бағдарламаның мақсатына жету үшін енді мен алдыма мынандай міндеттер қойдым. Бірінші, MySQL деректер қорын құру және басқару дағдыларын қалыптастыру, кестелер, жазбалар, өрістер, кілттер және кесте арасындағы байланыстар сияқты негізгі реляциялық деректер қорын ұйымдастыруды түсіндіру, деректер базасына сұраныстарды орындау үшін негізгі SQL тілінің операторларын үйрету, select, insert, update, delete деген. Сол сияқты әртүрлі операторлар мен функцияларды пайдаланып, деректерді сүзуді, сұрыптауды және топтастыруды үйрету оқушыларға. Сондай-ақ кестелер арасында байланысты join, left join деген операторлар арқылы жұмыс істеу дағдыларын дамыту, оқушылардың информатика деген қызығушылығын дамытып, өзінің алдарына қойған мақсатын жоба ретінде іске асырып, жаңағындай функционалдық сауаттылықты арттыру болып табылады. Міне енді осы мақсаттарды осындай міндеттер арқылы қарастырып отырып, этап-этаппен жетілдіруге болады. Енді бұл неге мен осы бағдарламаны алдым? Осы сұраққа жауап беру үшін мен осы бағдарламаның өзектілігін қарастырып көрейік.
Сіздер өздеріңіз қазір жан жаққа қарасақ, бұл цифрлық сауаттылық дамыған қазіргі заманда ең қажетті, яғни әрбір маман өзіне қажетті Excel-мен, деректер қорымен, кез келген осындай жаңағындай жұмыс істеу білу дағдысы, ол яғни күнделікті біздің кәдімгі өмірімізден бірдей жүру керек. Яғни қай салаға болсын, қай саланы қарайық, мысалы бизнес процестерін басқаруда, веб қосымшаларды әзірлеуде, аналитикалда, қаржыны жүйелеуде, барлық салаларда осы деректер қорымен жұмыс істеу терең қарастырылған. Ол міндетті түрде осылармен жұмыс істейді. Яғни біздің мектептен шыққан баламыз өмірге бір қадам өзін жаңағындай мектепті бітірген кезде пайдалы, саналы түрде пайдалы сезіну үшін осындай бағдарламаны үйретуді жөн көрдім. Яғни бұл өзектілігі менің бағдарламам. Яғни көріп отырғандай өздеріңіз біздің нарықта сұранысы бар бағдарлама, яғни құнды бағдарлама болып отыр. Енді осы MySQL деректер қорымен жұмыс істеу негіздерін білген кезде мектеп оқушылары нені алады? Ол сандық сауаттылық пен аналитикалық ойлауын дамытады. SQL-мен жұмыс істеу негізін білім мен дағдыларын алады. Деректер қорын жобалауды және басқару бойынша практикалық тәжірибе жинастырады екен. Мінекей, осындай кең көлемді практикалық тәжірибе жинастырып, яғни өзінің мамандығына сай ертең біздің балаларымыз болашақта MySQL деректер қорымен жұмыс істеуге атсалысса дегенмін. Енді жалпы білесіздер, деректер қоры бұл тек қана MySQL емес, бізде көптеген деректер қоры бар, иә. Бірақ соның ішінде неге мен именно осы MySQL-ге тоқталдым деген болатын болса, бұл өте қарапайым, істеу оңай, өте түсінікті, себебі ол жаңағындай кесте түрінде де и код түрінде де екеуін бірдей жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Мінекей, бұның енді өзектілігі де осында. Енді жалпы қысқа түрде осы менің мазмұн бөліміне тоқталып кететін болсам, менде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде деректер қорына кіріспе, оның қалай орнату, интерфейсімен танысу деген сияқты тақырыптар қарастырылады. Ал екінші бөлімде SQL тілінің негіздері, яғни қандай операторлар бізге қажет, сол операторлардың бір-бірінен ерекшелігі бұл жерде. Практикалық жұмыстармен, яғни менің сыныбым, менің болашақ мамандығым деген сияқты, немесе менің бизнес планым деген сияқты жобаларды, кішігірім жобаларды құрастыра отырып, бұлар шартты оператордың, таңдау операторлардың, кілттік өріс дегеніміз не, мінекей осыларды үйренеді. Ал үшінші бөлімде, үшінші бөлім MySQL-дегі транзакциялар. Яғни бұл жерде, үшінші бөлімде олар join, graph, сондай операторлар арқылы жаңағы кестелерді бір-бірін байланысын ұйымдастырып, және бірнеше жаңағы әртүрлі форматтағы бірнеше файлдан код жазу арқылы, SQL кодын жазу арқылы жаңа, яғни біз мысалы бұрында өздеріңіз білесіздер, бізде Access-пен жұмыс істеген кезде, Access деректер қорымен жұмыс істеген кезде, ол жерде кодсыз біз жаңағы сұраныс жасайтынбыз, мынандай деп. Бұл жерде яғни біз кодпен, яғни балалар тек қана жай ғана қарапайым кесте түрінде ғана жұмыс істеп қоймай, яғни кодпен жұмыс істеуге саналы түрде сауатты болып дағдыланады жерде. Мінекей, үшінші бөлімде осылар қарастырылған, и әр бөлімде, мен айтып кетейін, бұл жерде әр бөлімде жаңағы қорытынды жобалауы бар. Балалар, оқушылар өздерінің алған білімдерін кішігірім жобалармен жаңағындай қорғап отырады. Енді қандай жобаларды қорғауға болады деген келетін болсақ, мысалы, менің бизнесім, мысалы, мына қарапайым қазіргі өмірден алатын болсақ, мысалы, мына қарапайым өзімнің, мысалы, бір бизнесімді аштым деген, магазин аштым деген. Сол магазиндегі сіздердің
бір айдағы жаңағындай бір айда сіз қаншалықты убыткаға келдіңіз, қаншалықты сізге прибыль келді деген сияқты міне осындай сұраққа жауап беру үшін Нұрмұхамедовна, кешіріңіз, өте жақсы түсіндірдіңіз, түсінікті деп ойлаймын. Мұғалімдер, құрметті ұстаздар, егер де тағы да қандай сұрақтарыңыз болса, конференцияның соңында қойып кетулеріңізге болады. Келесі сөз кезегімізді Малыбаева Гүлмира Адилбаевнаға берсек. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің элективті курсымның тақырыбы оқушылардың қаржылық сауаттылығын дамытудағы Microsoft Excel мүмкіндіктері. Енді бұл біреудің жалғыз баласы болмайды деп жатыр деп осыны Шымкентке көзім очкесі көрмейді қазір. Апай деген сосын мен осыған апарып жоқ, мынау ағылшын мұғалімі екен, бірақ солардың мектептерді қорғап жатыр. Қазір Гүлназ шығатын, Гүлназдың түрін көре алмасам, әдейі қарап жүрмін. Телефон күшті сөйлесем, былай көрген жоқпын түрін. қазір мен саған түрін көрсетейін. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп отырсаңыздар, дауыстарыңыз естіліп тұр. Енді бұл менің элективті курсыма келетін болсақ, бұл 34 сағатқа арналған және 8-ші сынып оқушыларының қаржылық сауаттылықты Microsoft Excel мүмкіндіктері арқылы оқытуға арналған. Қаржылық сауаттылық бұл табыс табу, қаржылық қамтамасыз ету, отбасылық бюджетті басқару принциптері, несие беру және сақтандыру болып табылады. Қаржылық сауаттылық негіздерін білу бұл банкроттық және қаржылық алаяқтық сияқты қаржылық тәуекелдердің алдын алуға көмектеседі. Енді бұл элективті курсымның жаңағы мақсаты қаржылық қатынастардың аса маңызды салаларын көрсететін базалық қаржы экономикалық ұғымдарды, сондай-ақ банктер, валюта жүйесі, салық органдары, бизнес, зейнетақы жүйесі сияқты кең ауқымды тиімді жаңағы мүмкіндіктерді балаларға құзыреттіліктерін дамыта отырып үйрету, қаржылық сауаттылықтарын қалыптастыру болып табылады мақсатты. Енді бұл мақсатқа жету үшін қажетті өзінің міндеттері бар. Мысалы, біріншісі оқушылардың қаржылық сауаттылықтарын негіздерімен таныстыру, есептерді шешу үшін Microsoft Excel-ді пайдалануды үйрету, жаңа қаржылық модельдермен, есептеулермен, бюджеттеулермен және деректерді талдаумен жұмыс істеу дағдыларын дамыту болып табылады. Және қандай да бір қаржылық шешімді қабылдау қабілеттерін дамыту, ұзақ мерзімді қаржылықты жоспарлап, қажеттілігін түсініп, сол түсінікті қалыптастыру және өмірде оны қолдана білу болып табылады. Және бұл бағдарламаның өзінің өзектілігі бар. Бұл қазіргі таңда қаржылық сауаттылық жаңағы өмір сүрудің қажетті шарты. Қазіргі таңда қаржы нарығы 5-10 жыл бұрынғыға қарағанда
басқару бойынша анағұрлым көп мүмкіндіктер береді, және тұтынушыға несиесін, өзінің ипотекасын, банктағы депозиттері сияқты ұғымдарды күнделікті өмірде жаңағы тығыз байланысты. Сол нәрсені балалар өздері есептей алу керек. Сондықтан жаңағы оқушыларға қаржы сауаттылығын үйретсек деген мақсатта бағдарламаны алып отырмын. Өйткені жасөспірімдердің жеке басының дамуына, оқуға ынталандыруға, әлеуметтік және кәсіби өзін айқындауды қалыптастыруға жағдай жасайды. Жаңағы өзінің білімін нығайтып, қаржы тарапынан сауатын ашады. Енді бұл оқытудың күтілетін нәтижесі өзі оқушылар өздері қаржысын жоспарлап, басқарып, Excel функциясымен жұмыс істеуді үйренеді. Сондай-ақ өздерінің қаржылық деректерін талдап, неғұрлым негізделген қаржылық шешімдер қабылдай алады. Өздерінің ақшаларын сауатты басқару үшін шын өмірге дайындайды. Және бұл элективті курста бағдарламаның қаржылық есептерді құруды және жоспарлауды, диаграмма құрып, дағдыларын қалыптастырады. Қаржылық есептерді дұрыс оқып, түсініп, ода Excel-де жаңағы талдап жұмыс жасай алатын болады. Шешімдер қабылдай алады. Жаңағы оқушылар қаржылық жоспарлап, бюджетті басқару дағдыларын игеретін болады. Және күнделікті өмірде қаржылық мәселелерді шешу үшін қолдана алатын болады. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтижелер, және осы бағдарламада түрлі есептерде, өмірмен байланысты түрлі есептерде берілген. Бұл есептерді тоқталмай қояйын, әріптестердің уақытын алмай. Бірақ бұл элективті курсты өздеріңізге қажет десеңіздер, беруге біз дайынбыз. Рахмет. Гүлмира Адибаевна, сізге үлкен рахмет. Келесі сөз кезегін біз Регимбаева Назгүл Әлібековнаға береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің алған авторлық бағдарламамның тақырыбы квадраттық теңдеулерді шешудің әртүрлі әдістері 8-ші сынып алгебра пәніне арналған жалпы 34 сағатқа арналған бағдарлама. Енді бұл бағдарламаны алған себебім, бұл бағдарлама 8-ші сыныптарда енді квадраттық теңдеулерді шешудің әртүрлі әдістерін меңгеру өте маңызды. Себебі біздерде жалпы алгебра пәнінде көптеген көрсеткіштік, логарифмдік, тригонометриялық теңдеулердің барлығы көп жағдайда шешу барысында квадраттық теңдеулерді шешуге әкеп тіреледі. Сондықтан да квадраттық теңдеулерді шешудің әртүрлі, яғни тиімді әдістерін 8-ші сынып оқушыларына меңгерту бұл біздер үшін өте маңызды болып саналады. Сондықтан да мен осы бағдарламаны 8-ші сыныпқа арнап жаздым. Енді біздер көп жағдайда оқушылардың көбі дискриминант арқылы, яғни формула арқылы шығаруға тырысады да, ал мысалы тиімді Виет теоремасы, коэффициенттердің қасиеті арқылы шешу оны көп жағдайда пайдалана бермейді. Сондықтан да мен бұл есептердің барлығы, квадрат теңдеу арқылы шешілетін есептердің барлығы біздерде, яғни қорытынды аттестаттауда, ұлттық бірыңғай тестілеу есептерін шығару барысында
осы теңдеулерді өте көп қолданылады. Яғни бұл бағдарлама өте, яғни квадрат теңдеулерді шешудің тиімді әдістері ол біздер үшін өте маңызды және өзекті тақырып. Сондықтан да осы тиімді әдістерді балаларға меңгерту үшін осы бағдарламаны алдым. Яғни бағдарламаның негізгі мақсаты квадраттық теңдеулерді шешудің тиімді әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың математикаға қызығушылығын арттыру, қорытынды аттестаттау және ұлттық бірыңғай тестілеу есептерін шығару барысында теңдеулерді шешудің ең тиімді жолдарын пайдалануға бейімдеу. Енді бағдарламаның негізгі міндеттеріне келетін болсақ, бірінші квадрат теңдеулерді, параметрлі теңдеулерді, айнымалысы модуль таңбасында теңдеулерді шешудің әртүрлі әдістерін меңгерту. Екінші, қарапайым функциялардың графиктерін, яғни біздер тек осы аналитикалық тәсіл ғана емес, квадрат теңдеулерді шешудің график тәсілдерінде қарастырамыз. Сол кездерде, яғни қарапайым функциялардың графиктерін салу дағдыларын қалыптастыру. Стандартты емес, яғни мәтін есептерді қарастырған кезде олардың әртүрлі күрделі есептерді шешудің тиімді мүмкіндіктерін үйрету, математикаға деген қызығушылығын оятып, оқушылардың әрі қарай білім алу жолын табуға көмектесу, оқушылардың белсенділігін, ойлау еркіндігін дамыту, бір есептің бірнеше шешімін табу қабілеттерін арттыру және кәсіптік бағдар беруге ықпал ету. Енді бағдарламаның өзектілігі, яғни отанға және тілге деген құрметті қалыптастыра отырып, білімге, жауапкершілікпен қарауға, өзін өзі дамытуға және өз бетімен білім алуға ынталандыру, оқушы өз алдына мақсат қоя отырып, практикалық міндетті танымдық есепке айналдыра алу дағдыларын қалыптастыру және жаңа оқу материалдарын меңгеруде берілген нұсқаулықтарды ескере отырып, мақсатқа жету жолдарын таңдай білуге, өз әрекетінің дұрыстығын бағалап, қажет болған жағдайда өздерінің қателіктерін түзете алатындай деңгейге жеткізіп, яғни білім беру. Есеп шығарудың ең тиімді әдістерін таңдап, оларды талдау, саралау, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуды қалыптастыру. Енді бағдарламадан күтілетін негізгі нәтижелер, оқу нәтижелері, жобалық зерттеу жұмыстарын жүргізу негіздерін меңгере отырып, квадраттық теңдеулерді шешуде толық квадратты бөліп алу, Вейт теоремасы арқылы, коэффициенттердің қасиеттерін қолдану әдісі, формула арқылы шешу, графиктік әдіс арқылы шешу жолдарын толық меңгереді оқушы. Екінші, сонымен қатар мәтінді есептерді, параметрлік теңдеулерді, айнымалысы модуль таңбасында квадрат теңдеулерді шешу дағдыларын қалыптастырады. Нақты есептеу нәтижесін қажет етпейтін шынайы өмірлік жағдайларға негізделген есептерді шешудің моделін құрастыра алады. Есептегі ізделінген шамалардың мүмкін болатын шекті мәндері туралы болжамдар жасай алады. Назарларыңызға рахмет. Назгүл Әлібековна, сізге рахмет. Келесі сөз кезегін Молдаханова Гүлназ Бейсенівна береміз. Саламатсыздар ма? Мен дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Айта беріңіз. Жақсы. Саламатсыздар ма? Мен математика пән мұғалімі Молдаханова Гүлназ Бейсеновна. Сіздерге алғыс айтамын, уақыттарыңызды бөліп, онлайн конференцияға қатысып отырғандарыңыз үшін. Менің тақырыбым негізгі функционалдық сауаттылық дағдыларына арналған есептер шығару, 6 сынып оқушыларына арналған бағдарламамен таныстырғым келеді сіздерді. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Енді бағытта негізі функционалдық сауаттылық дағдыларына арналған есептер шығару элективті курсы Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген және
Қазіргі кезде не себепті өзекті болып отыр? Себебі қазіргі қоғамда математика функционалдық сауаттылықтың негізі теориядан практикаға қолданысы күннен күнге маңыздылығын арттыруда. Онда қаржылық сауаттылық, экологиялық мәселелерді шешу, статистикалық сауаттылық, статистикалық талдау жасау, экологиялық мәселелерді шешу деген сияқты тағы да басқа күнделікті өмірде кездесетін маңызды мәселелерді шешу үшін математикалық модельдеу арқылы функционалдық сауаттылықты дамуды қажеттігі туындап отыр қазір бізде. Және оның курс оқушылардың жазып отырған осы бағдарлама туралы айтып отырмын. Математикалық интуициялық математикалық білімдерін пайдалана отырып, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін микрофондарыңызды өшіріп отырсаңыздар, кедергі Камал апай, Баймышева, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз. Сіздің организатор ретінде микрофон өшіре аласыз ба? Жауапкершілік біздің мойнымызда. Теориялық мақсаттарға курс оқушыларының математикалық білімдерін өмірлік жағдайларда Алтыншы сыныптан шықпайтын, 7-8 Камал апай. олар бір нәрсе болып қалса, ең бірінші жауап Микрофонды өшіре алмай жатырмын. Самал апай, сізді естіп тұрсаңыз, микрофоныңызды өшіріңізші. Рахмет сізге. Мен жаңа бағытын айтып кеттім. Ұсынылып отырған функционалдық сауаттылық дағдыларына арналған негізінен басынан бастаған дұрыс сияқты, себебі ойын бөлініп кетті және сөзім мағыналары ауысып кетті орындары түсініксіз болып қалған сияқты. Менің сіздерге ұсынып отырған функционалдық сауаттылық дағдыларына арналған есептер шығару бағдарламасы негізі 6-шы сынып оқушыларына арналған. Аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Мен 39-шы мамандандырылған лицейдің математикадан мұғалімі Молдаханова Нәтпесеновнамын. Бағыты функционалдық сауаттылық дағдыларына арналған есептер шығару, бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленді. Курс аясында оқушыларға тек теориялық білімді меңгертіп қана қоймай, оны өмірлік тәжірибеде пайдалануға бағыттайды. Негізі өзектілігі сонда. Яғни, қазіргі қоғамда математика функционалдық сауаттылықтың негізгі теориядан практикаға қолданысы күннен күнге маңыздылығын артуда, сол үшін қазіргі кезде өзекті болып отыр. Енді педагогикалық мақсаттылығы ол осы бағдарлама арқылы оқушылардың математикалық білімдерін өмірлік жағдайларда, математикалық интуицияны талап ететін сәтте математикалық білімдерін пайдалана отырып, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін, жағдаяттық мәселелерді шешу дағдыларына, өз бетімен шешім қабылдау дағдыларына қалыптастыруға бағытталған негізі. Және курстың міндеттері жаңағы айтып кеткен мақсатқа жету үшін курстың міндеттері назарларыңызға ұсынылып отыр. Қысқаша айтатын болсам, оқушыларға қаржылық сауаттылық дағдыларын меңгерту, экологиялық мәселелерді шешуге математикалық тұрғыдан қарауға үйрету, статистикалық сауаттылыққа қатысты тапсырмаларды орындату, кеңістік ойлау қабілетін дамыту, логикалық ойлау және шешім қабылдау. Жаңа курстың мақсаты да негізі бастапқы презентациядан шығып отыр, оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырып, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана алу мәселесі тұр. Енді келесі күтілетін нәтиже. Осы бағдарлама арқылы білім алған оқушылардан біз қандай нәтиже күте аламыз? Қаржылық және экологиялық сауаттылық дағдылары қалыптасады оқушыларда. Экологиялық ресурстарды үнемдеу, шығындарды дұрыс жоспарлау және басқару қабілеттері дамиды. Математикалық модельдеу арқылы шынайы өмірдегі мәселелерді шешуді меңгереді. Логикалық және сыни ойлау қабілеттері дамиды. Оқушылар өз шешімдерін дәлелдей отырып, есептерді бірнеше тәсілдерін ұсынылады. Геометриялық фигуралардың өлшемдерін есептей алады, коммуникативтік дағдылар дамиды. Не себепті? Себебі сіздердің алдарыңызда қазір авторлық бағдарламаның мазмұны ұсынылған, және ол байқасаңыздар 4 бөлімге бөлінген.
Бірінші бөлімі сандар теориясы, екінші бөлім геометрия және кеңістік ойлау, үшінші бөлім белгісіздік, төртінші бөлім функционалдық тәуелділіктер және графиктер. Мен не үшін бұл 4 бөлімді алып отырмын, себебі сіздер білесіздер, негізгі пиза зерттеуінің өзінде математикалық сауаттылықты бағалаудың мазмұны 4 санатқа бөлінеді. Және олар дәл сол 4 санатты біз қазір төменгі сыныптан бастайтын болсақ, орта сыныптан бастайтын болсақ, кейін біздің оқушыларымыздың функционалдық сауаттылығы және математикалық сауаттылығы өте жоғары дамитын болады. Мен сіздерге сол үшін сіздердің назарларыңызға мен тапсырма көрсеткім келеді. Велосипед сатып алу деген, мысалыға теорияда мен жаңа өзім айтып кеттім, теориялық білімді практикада қалай қолдана аламыз деп. Теориялық алған білімін оқушылар практикада қолданған кезде, мысалы 6-шы сынып оқитын оқушы өзіне велосипед сатып алғысы келетін болса, және ол сатып алу үшін сол велосипедті 10 ай бойы ай сайын ақша жинамақшы болса, 10 ай деген оңай уақыт емес, ай өткен сайын және велосипедтің бағасы да қымбаттап кетуі мүмкін, күтпеген шығындар болып қалуы мүмкін. Бала соны білуі қажет. Және сол үшін ол 15% жинаған жаңағы велосипедтің 66 мың теңге тұратын велосипедтен 15% артық ақша жинау қажеттігін түсіну керек. Сол сияқты сол есептердің шығарылу жолын көрсетіледі. Дәл сол сияқты мен жаңа айтып кеттім, бұл қаржылық сауаттылыққа келетін болсақ, екінші тапсырмада су және қаржыны үнемдеу. Бұл жерде суды үнемдеу бұл экологияға қатысты болатын болса, қаржы үнемдеу деген ол қаржыда экологиямен бірге қоса қаржыны да оқушылар үнемдейді, соған үйренеді. Келесі, қосарланған жеңілдік, қазір сіздер білесіздер, көп жерде, дүкендерде скидка қосарланған жеңілдіктер болады. Және оқушылар сол жеңілдіктерді қалай қолдана алу қажет және есепке алу міндетті. Және соңында мен тағы да бір тапсырма көрсете салайын. Қазіргі заман талабына сай, лампалар мен жарық үнемдеу және экологиялық әсер. Мұнда бір жағынан қаржы үнемдеумен қоса бізде оқушылар экологиялық тазалықты да білу, ол сауатты түрде білу қажет. Және осы жерде мұны сөзге мен назар аударғым келеді. Табиғи электр қуатын өндіру үшін бізде табиғи ресурстар көмір, газ жағылады, немесе көмір, немесе газ жағылады. Бұл кезде аулаға шамамен 0,5 кг зиянды заттар, газдар бөлінеді екен. Сонда табу қажет міне. Соңында қорытындылай келе, осы тапсырманы орындау барысында оқушылар энергия үнемдеуді және оның қоршаған ортаға әсерін есептеуді үйренеді. Қазіргі заман талаптарына сай энергия үнемдейтін лампаларды қолдану арқылы қанша ақша, қаржы отбасы үнемдейтін табады, және онымен қоса бізге өте үлкен қажет мәселе ол табиғатқа, атмосфераға қаншама зиянды қалдықтардан, зиянды улы газдардың бөлінуінен сақтайтын балалар есептеп көзіне көреді. Сондықтан мен негізгі бұл бағдарламаны жазған кезде функционалдық сауаттылықты оқушылар осы бағдарламаның тапсырмаларын орындау барысында функционалдық сауаттылықты және математикалық сауаттылық тапсырмаларын орындау барысында теориядан практикаға алған білім, мектепте алған білімдерін теориялық алған білімдерін практикада қолдана алады деген сенімдемін. Сіздерге мен алғыс айтамын, рахмет қатысқандарыңыз үшін және тыңдағандарыңыз үшін. Гүлназ Бейсенова, сізге рахмет. Келесі сөз кезегін Адырова Райгүл Абдимановқызына береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Адырова Райгүл Абдимановна, номер 39 мамандандырылған институттың математика пәнінің мұғалімі. Менің бағдарламам мәтін есептерді шығару, яғни 6-шы сыныпқа арналған бағдарлама. Аптасына 2 рет, барлығы 68 сағат көлеміне жазылған. Яғни бағдарламаның өзектілігі бағдарлама 7 бөлімнен тұрады. Негізгі өзектілігі осы бағдарламада өмір мен
математиканы өмірде қолдана отырып мәтін есептерді шығару. Бірінші бөлім қатынастар мен пропорция бөлімі. Бұл жерде оқушылар өмірде қандай да бір сұйықтықтар, әлде қоспаларды қатынастарға бөлу, пропорционалдарға бөлуді меңгереді. Және екіншісінде проценттер. Бұл жерде де оқушылар өмірдегі математикадағы алған білімдерін өмірде қолдану. Яғни көптеген қазіргі қаржылық сауаттылыққа келсек, барлығы пайыздармен қалай есептеу, ұтымды жағы, қай банктен қандай жаңағыдай несие алған кезде қай банк ұтымды болады, қандай пайыздар, сол жайында өмірмен байланыстырып есептерді шығарып меңгереді. Және геометриялық фигураларды өте маңызды бөлімдердің бірі. Сондай-ақ бізде математикалық мәтін есептерді модельдерін құруды, ең негізгісі математикалық есептердің, мәтін есептердің модельдерін құруды меңгеру балалар. Сондай-ақ бағдарламаның мақсатында осы мәтін есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін және күрделі мәтін есептерді шығара отырып, оқушылардың ой өрісін кеңейту, жүйелеу, тереңдету, математикалық біліктілікке ие болу, ғылыми технологияны түсіне білу, алған білімдерін тиімді қолдана білу. Тапсырмалар жүйесін, шығармашылық қабілеттерін дамыту, есептердің барлық түрлерін шешудің тиімді әдістері бойынша жүйелеу, жеке тұлғаны еске сақтау, ойлау, елестету сияқты психологиялық қасиеттерін қалыптастыру. Оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығын арттыру. Әрине, енді оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында ең бірінші балаға сол мәтін есепті түсіне біліп, оны өмірмен байланыстыра білсе, өмірде өзі қолдана білсе, мен ойлаймын, кез келген оқушының сол мәтін есепке деген қызығушылығы артатынына сөзбе-сөз. Енді бағдарламаның міндеті логикалық қабілеттерін негіздеу және дамыту. Алған білімдегі қиындықтары әртүрлі есептерді шығаруда қолдана білу, шығармашылық жұмыс істеу. Яғни біз осы 5-6 класстарда есептердегі көбінде өмірде қолдану өте көп. Бұл есептерді мысалға ала келсек, өзінің бөлмесін, оқушыларға бөлмесіндегі түс қағазды, қанша түс қағаз кетеді, және ол жерде есік, терезелер бар, әрине ол жерге түс қағаз жабыстырмайды, соларды ескере отырып, қанша түс қағазды жабыстыруға болады. Сондай өмірмен байланыстырған есептерді балалар өздері шығарады. Енді мәтін есептерді формулаларды қолдану. Ең бірінші әрине математикалық моделін құруды мықты меңгеру керек бала, және оның алгоритмін түсіну керек. Сондай-ақ жаңағы айтып өткендей геометриялық фигуралар, мысалға параллелепипед, бөлме параллелепипед тәрізді істесек, ол енді геометриялық фигураларға арналған есептер болып табылады. Күтілетін нәтижеміз оқушылардың осы бағдарламадағы ең маңызды тақырып мәтін есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін, сондай-ақ оны өмірде қолдану. Назарларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға үлкен алғыс. Райгүл Әбдімановна, сізге үлкен рахмет. Келесі сөз кезегін Құрақ Гаухар Шегебай қызына береміз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім
Қауқар Шегебайқызы, 30 маманданған liseyдің математика пәнінің мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы күрделі мәтін есептерді шығару. Ол 5 сыныптарға арналған, аптасына 2 рет, барлығы 68 сағат. Өзектілігі. Аталған бағдарламаның мақсаты мен міндеттері оқушыға аталған бағдарламаның міндеттері оқушыға күрделі мәтін есептерді төменгі сыныптан бастап дұрыс шығаруды, мәтіннің мағынасын түсінуді дағдыландыру. Себебі төменгі сынып математикасы болашақтағы алгебра мен геометрияның негізі болып табылады. Өзіндегі қозғалысқа берілген, бірлескен жұмысқа, процентке, жай қозғалысқа, тағы да басқа тақырыптарға берілген мәтін есептер күрделенген түрде алгебра курсында қайта кездесетіндіктен 5-6 сыныпта іргетасы дұрыс қалау өте маңызды. Сонымен қатар бірыңғай тестілеу кезінде де міндетті пәндердің қатарына кіретін математикалық сауаттылық есептерінде де осы 5 мәтін есептері жиі кездеседі. Онымен қоса халықаралық зерттеулерде PISA, TIMSS сияқты балалардың шындарды есеп шығарулары емес, өмірде кездесетін жағдаяттарға Можешь меня отпустить? микрофонды шығасыз. Свет выключи. Осы халықаралық зерттеулерде балалардың стандарт есеп шығарулары емес, өмірде кездесетін жағдаяттарға берілген мәтін есептері қаншалықты шығара алатындығы, функционалдық сауаттылықтары тексеріледі. Сонымен де егер 5 сыныпта ол жақсы түсінген болса, ол есептерді шығарудан қиналмайды. Енді курстың мақсатына келетін болсақ, 5 сынып оқушыларына математиканы жақсы меңгерту, оның өмірде қай жерлерде кездесетініне көз жеткізу, функционалдық сауаттылықтарын арттырып, болашақта тапсыратын халықаралық зерттеулер мен ұлттық бірыңғай тестілеуде қиналмауларына көмектесу және логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, сонымен қатар мәтінді толық түсініп, математикалық моделін құруға үйрету. Курстың міндеттері. Қарапай, сіздің презентацияңыз көрініп тұрған жоқ негізі? Көрініп тұрған жоқ па? Жоқ, өзіңіз ғана сөйлеп тұрсыз. көрейін да. Енше. Көрінбеді ме? Көрініп тұр, курстың міндеттері деп. Көрінді ме? Көрініп тұр. Рахмет. Курстың міндеттері түрлі мәтін есептер теңдеу құру арқылы шығаруды үйрету, ең кіші ортақ есеп пен ортақ бөлгіш есептерінің процентке, бөлікке берілген жиынға, өзендегі қозғалысқа, бірлескен жұмысқа байланысты есептердің өмірде қажеттілігін көрсету, сол тақырыпқа берілген мәтін есептерді түсіндіру арқылы қаржылық, экономикалық және экологиялық сауаттылықтарын арттыру. Геометриялық фигуралар мен олардың өлшемдеріне байланысты есептер шығарту арқылы сызбалармен жұмыс жасауды, геометриялық есептердің өмірде қай жерлерде қолданылатындығын көрсету, кеңістіктегі фигуралардың қасиеттерімен таныстыру, Гаусс әдісіне берілген функционалды есептерді шығарту. Енді күтілетін нәтиже 5 сынып оқушылары мәтін есептерді шығарудан қорықпай, дұрыс математикалық модель құруды, теңдеу құруды үйренеді. Ұстаздарға қосымша көмекші құрал ретінде баланың математикаға деген қызығушылығын арттыруға, өмірде математиканың қаншалықты қажеттігін түсіндіруге көмектеседі. Сонымен қатар нақты қай тақырыптарда қолданбалы есептер құрастыруға болатындығына бағыт-бағдар беріп, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға көмегін тигізеді. Авторлық бағдарламаның мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл жерде жалпы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім натурал сандар және натурал сандармен берілген мәтін есептер, оларға теңдеу құруға арналған есептер, санның бөлінгішті белгілеріне берілген мәтін есептер, ең кіші ортақ есеп пен ең үлкен ортақ бөлгішін табуға берілген мәтін есептер, өзендегі қозғалысқа және Гаусс әдісімен шығарылған мәтін есептер берілді. Келесі екінші бөлім ол жай бөлшектер мен оларға амалдар қолдану. Жай бөлшектерге қатысты мәтін есептер, ол жай бөлшектерді қосу азайтуға берілген мәтін есептер, аралас сандарды қосу азайтуға берілген мәтін есептер, жай бөлшектерді көбейту және бөлуге берілген есептер, және санның бөлігін табу, бөлігі бойынша санды табуға байланысты есептер және бірлескен жұмысқа байланысты есептер болды. Одан кейін үшінші бөлім ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану, және ондық бөлшектерге қатысты мәтін есептер. Ол жерде сол ондық бөлшектерді қосу азайтуға, көбейту, бөлуге қатысты мәтін есептер және бөлігін табу, бөлігі бойынша санды табуға байланысты және процентке байланысты мәтін есептер берілді. Соңғы 4-ші бөлім жиынға және геометриялық фигураларға байланысты мәтін есептер. Ол жерде жиынға берілген мәтін есептер бұрышқа, шеңберге және формула бойынша есептеу. Осындай тақырыптардан тұрады. Енді бір мысал келтіретін болсақ, мысалы
екі кезекші оқушы сыныптағы парталарын сүртіп тазалады. Бірінші оқушы мен парталардың 5-тен 3 бөлігін тазаладым деді, ал екінші бала мен 3-тен 2 бөлігін тазаладым деді. Үшінші достары олардың біреуінің қателескенін бірден байқады, оны қалай байқады деген есеп. Шешуі себебі егер оқушы екеуінің тазалаған бөліктерін қосатын болсақ, яғни 5-тен 3 пен 3-тен 2 қосатын болсақ, ортақ бөлімге кетіріп 1,15-тен 4 болады. Ал егер екеуі дұрыс айтқанда қосынды 1 болу керек, өйткені бір бүтін жұмыс, яғни ол 100% деген сөз. Олар асып кеткендіктен оның досы қателескенін көрсетті. Одан басқа да есептер көп. Оларды бағыт бағдар ретінде ұстаздар функционалдық сауаттылығын және мәтін есептер шығару дағдыларын қалыптастыру үшін қолдануларына болады. Қорытындылай келе, бұл элективті курс 5-ші сынып оқушыларының логикалық ойлау, мәтінмен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырып, функционалдық сауаттылықтың артуына үлкен көмек көрсетеді. Назарларыңызға рахмет. Гаухар Шегебайқызы, сізге үлкен рахмет. Келесі сөз кезегін біз Диханбаева Гүлзира Несіпбеківнаға бергімізге отыр. Саламатсыздар ма? Мен аты-жөнім Диханбаева Гүлзира Несіпбекқызы. Бүгінгі ұсынып отырған оқу-әдістемелік бағдарлама ол 7-ші сыныпқа арналған бөлім бойынша және 90 бойынша жиынтық бағалаулар жиынтығы. Енді бұл бағдарламаның негізгі мақсаты жалпы жаңа талаптарға сәйкес оқушылардың білім алуына деген көзқараста қазіргі заманда. Сондықтан біз жаңа технологияны пайдалана отырып, білім алушылардың жоғарғы жетістіктерін бағалай отырып, оқушылардың тарапынан жіберілген қателіктермен жұмыс жасау бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Білім алушылардың оқу бағдарламасын меңгеру тиімділігі белгілі бір тақырыпты аяқтаған соң өткізілетін бақылау жұмысы арқылы байқалады. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тұжырымдамасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл жалпы осы оқу әдістемелік бағдарламаның міндеті және күтілетін нәтижелер. Енді бұл бағдарламаның өзектілігі және жаңашылдығына тоқталатын болсақ, қазіргі кезде елімізде оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған орта білім берудің жаңа жүйесі жүзеге асырылуда. Соған сәйкес, жаңа талаптарға сәйкес оқушылардың білім алуға деген көзқарасы да елеулі түрде өзгерді. Сондықтан осы жаңартылған бағдарламаны пайдалана отырып, біз оқушылардың меңгерген ақпараттың мөлшеріне қарағанда, олардың сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамуы және сәйкестендіру және талдай жасау біліктілігінің маңыздылығын көрсетуге болады. Жаңа оқу жүйесінде жиынтық бағалау методологиясын пайдалану мұғалімдердің жұмысына баға беру кезіндегі ең маңызды критерий болып табылады. Жиынтық бағалау әдістерін қолдану оқушылардың оқуға деген қызығушылығының, жауапкершілігінің артқанын көрсетеді. Сонымен қатар оқушылардың өз бетімен көппен жұмыс жасауға деген ынталары арта түседі. Оқушылардың толеранттылыққа, ұйымшылдыққа, бір-біріне деген қамқорлыққа тәрбиелей аламыз деп ойлаймын. Бұның енді осы бағдарламаның ең басты құндылығы үздіксіз білім беру, ынтымақтастыққа, сыйластыққа, жауапкершілікке үйрету оқушыларды патриотизмге, толеранттылыққа, интернационализмге, табиғат аялауға, қорғауға, еңбекқорлыққа тәрбиелеу және өз тілін құрметтей отырып, шетел тілдерін үйренуге деген қызығушылығын арттыру және ең бастысы отбасылық құндылықтарды дәріптеу. Енді бұл бағдарламаның ең негізгі мақсаты жалпы оқушылардың 4 негізгі дағдыларын дамыту, ол оқу, оқып түсіну, тыңдап түсіну және сөйлеу және сауатты жазуға үйрету.
Сол арқылы оқушыларға берілген тапсырмалардың барлығы осы оқушылардың дағдыларын бағалауға бағытталады деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге үлкен рахмет. Құрметті әріптестер, бүгін біздің конференцияға қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы ауданға Алмалы ауданы номер 30 маманданылған лицейдің модераторы Бейза Серікқызына жазып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.